Балаларым басқа қалада жоғары оқу орнында оқитын болғасын, пойызбен жиі балаларыма барам. Мен 5 баласы бар анамын. Жасым 50-де болса да, сырттай барлығы өте жас көрінесің деп айтады. Мен дұрыс тамақтанамын, диета ұстаймын, не болса соны жей білмеймін. Қарным тойса болды деп. Жарайды, әңгіменің өзіне оралайын. Балаларыма тамақ алып бардым қалаға пойызбен. 3-4 күннен кейін қайтадан кері шықтым ауылға. Біздің жаққа тек купе ғана жүретін еді сол кездері. Қытайдан келген, іші таптар, дәретханасына арғы адам әрең сиятын кішкентайлығы сонша. Купеде 4 адамнан жатады. Балам сол купеден астыңғы орнынан алыпты, үлкенсіз ғой деп. Балаларым шығарып салды. Қасымда тек бір үлкен кісі екен. Қалған 2 орын бос тұр. Көрші ауылдың адамы, ортақ танысымыз бар екен. Үлкен кісі болғасын ата деп сөйлесіп отырдым. Жасы шамамен 60-тарда ма, әлде одан асқан ба? Сондай еді. Шашын ақ басып кеткен, бір аяғын ақсандап, сылтып басады. Балаларым менімен қоштасып кетті. Біз сол кісі екеуміз ғана қалдық. Мен есікті ашып қойдым. 4 адамдық купенің іші өте тар, бірақ менің ойымда жаман ештеңе жоқ. Үстіме пойыздың арнайы берілетін простынясын жамылып, ұйықтап кеттім. Ұйықтап жатып, қасымда біреу тұрған сияқты елестеді. Содан бірден көзімді ашып қалсам, дәл алдымда ата деп атаған шалбарын шешіп, өзінің аспабын уқалап тұр. Біреу айтса сенбейтін едім. Мына жерде қатты шошып кеттім. Күйеуім бар, балаларым бар, отбасылы әйелмін ғой. Ата-ананың тәрбиесін көрген, үлгілі жанұяның анасы болып отырған әйел болғасын, ондай нәрсе мен үшін тым ерсі болды. Бір сөзбен айтсам, шок болдым. Ата, не істеп жатсыз, бисмиллах деп. Сразу не айтарымды білмей қалдым. Қарындасым, үйімнен жұмысқа кеткеніме 1 ай болып еді. Сен сияқты әйелді көріп өз-өзіме ерік бере алмай қалдым, деді де шалбарының замогын жауып маған әңгіме айтып тұр. Менің жүрегім дүрсілдеп айқайладым. Проводникке жүгіріп барып едім, ол болса оңтүстіктің жігіті екен. Жас сияқтысы ғой өзіңізді, деді маған проводник. Соған сенім артып барып тұрсам, ол да маған сенбей, типа маған жырпылдаған болып тұрсыз ғой, тәте. Біздің пойыздың ондай оқиғалары көп болады, дейді жай бір рақат қарап тұрып. Мен енді ол купеге қалай қайтып барам? Жүрегім дүрс-дүрс, өзімнен өзім ұялып тұрым. Әңгіме барысында ол атамен жолдасымды да танитындығын айтты маған. Адамдар қалай сонша ұятсыз болып кеткен, адамдар бір-бірін танып тұрса да сонда бір-біріне қиянат жасай бере ма? Содан кейін енді өзімнің вагонымның проводнигінен қайыр болмағаннан кейін көрші вагонға қашып кеттім да, сол жердің проводнигіне барлық жағдайды түсіндіріп айтып бердім. Ол өз вагонынан маған бір купеден орын тауып берді. Ол жерде де 4 адамдық орыннан 2 адамны жоқ. Дәл менікіндей, бірақ шалдың орнында бір жас призывник па, солдат па, сондай бала болды. Баламнан кішкентай жасы. Ол ұйықтап жатыр еді. Содан кейін соның қасына барып мен жаттым жерге, астыңғы полкаға. Одан кейін енді ұйықтай алсамшы. Шалдан кейін еркек атаулыдан қорқып кеттім. Ұйқы келмей сол түні ұйқым қашып кетті. Барлық нәрсені ойлап, өмір қандай бұзылып кеткен, сол жайлы ойлап, жаңағы атаның мысалы отбасысы бар, әйелі бар, 5 ба сондай баласы бар екен әңгіме барысында. Енді немересі бар, шал қандай үлгі береді өз немерелеріне, балаларына қандай үлгі береді, өзі мынандай іс-әрекет жасап отырса, біз қазір қандай заманда өмір сүріп жатырмыз, солай менің бас жағыма келіп шешініп тұратындай. Білмеймін, қанша ойлансам да, миыма ешқандай жақсы нәрсе келмеді, ол шалды ақтап шығаратындай. Түні бойы уайымдап шықтым, барлық нәрсені ойлап. Сол мезетте қызыма әлеуметтік желі арқылы барлық ситуацияны жазып отырдым. Бірақ ол кезде жол бойында интернет ауламайтын.
әйтеуір менімен бірдеңе болып қалған жағдайда қызым барлық нәрсені біліп отырсын, оқып отырсын деп жібергенім, қызым да бірден барлығын оқып отырды. Соған соған да қуандым. Жүрегім дүрс-дүрс қатты уайымдап, шоковое состояниеда болдым. Менің жағдайымды осындай ситуация басынан өткен адамдар ғана түсінеді. Ал еркектер болса былай айтады: әйел өзі шешініп жатқан ғой, әйел өзі жырпылдаған болып тұр, әйел өзі дұрыс емес жатқан, әйел өзі жырпылдаған деп. Білесіздер ғой, тек қана еркектер емес, әйелдер де қазір әйелдерді түсінбейді, женская солидарность жоқ. Бір нәрсе болса біздің заманда тек қана әйел адамды кінәлайды. Содан таң атты, пойыздан түстім, жаңағы көрші вагондағы проводник менің заттарымды купемнен әкеп берген болатын. Сөйтіп даладан жаңағы шалды көріп қалмасын бар ма. Ол шалға қарай жүрмейін, былай қарай жүрейін деп қашып кетіп бара жатсам, енді білдірмей мен кінәсіз болсам да, сондай адамдардың ұятсыз іс-әрекеттерінен кейін өзіңді кінәлі сезінесің. Сондай состояниеде болдым. Сөйтіп ол шал менің артымнан келіп маған былай айтады: кешір, мен түнде болған жағдай үшін кешірім сұраймын, мен өз-өзіме ерік бере алмай қалдым, қарындасым, ренжіме деп маған сөйтіп просто так сөзбен кешірім сұрай салды да. Енді білмеймін басқаша қалай кешірім сұрау керек. Жалпы оның жасаған іс-әрекеттері өйтіп кешірім сұрайтындай ма? Кешірім сұрайтындай ғой, бірақ енді білмеймін қалай сұрайтындай екендігін білмей тұрмын да өзім. Но вообще ортақ таныстарымыз бар, прям өте жап-жақын 40 шақырымдық көрші ауылдың адамы еді да, мысалы ауылдың ақсақалы. Сөйтіп біраз уақыттар өтті. Мен оны өзімнің отбасыма ешкімге де айтқан жоқпын бұл ситуацияны. Тек қана қыздарыма ғана құпия ретінде айттым. Осындай жағдай болды. Ендігіде бастарынан өтпесін. Бастарынан мысалы өту мүмкіндігі бар ғой олардың да, қыз бала болғаннан, тем более олар жас. Сөйтіп көрші ауылда бір кісінің қайтқанына жаңағы 1 жылдық асы берілетін болды. Ол жаңағы біздің ортақ танысымыз еді. Сөйтіп сол кісінің асына бардық біз. Мен, жолдасым, жаңағы шалды көрмесін бар ма сол жерден. Ол шал кәдімгі ауылдың үлгілі ақсақалы деп, сол кісіге кәдімгі 1000 адамның ішінен ерекшелендіріп, бір жалғыз соған сөз сөйлетіп, жалғыз соған ас қайыртып, сөйтіп сондай кәдімгідей бір құрметті адам екен, ойлаңыздаршы. Сыртынан қарасаң кәдімгідей бір керемет үлгілі ата, үлгілі әке. Былай ойламайсың да негізі өзін сол әрекет, сол ситуацияға мысалға түспегеннен кейін, мысалы сен егер жаңа миыңның барлығы өшіріліп қалып, пойыздағы ситуацияның барлығын көрмесең, сен ойлайсың: мынау біреудің атасы, мынау біреудің әкесі деп ойлайсың да. Ал жаңағы ситуациядан кейін мен ана еркектікті жек көріп кеттім. Ана еркек деген уже енді шал ғой, құдай-ау, 60-тан асқан шал. Сондай іс-әрекет жасап тұрғанда жастарымыздан не күтеміз? Қазір айтады ғой адамдар, қазір автобуста орын бермесе жастар тәрбиесіз, тәртіпсіз, үлкендер сыйламайды дейді. Ал үлкендер жастарды осылай сыйламай тұрған кезде, мысалы жастар оларды қайдан сыйлайды? Білмеймін, біздің болашақтағы мен балаларыма, мен немерелеріме үлгі болатын аталары сондай болатын болса, мен енді болашақ туралы айта алмадым енді. Содан кейін ол ситуацияны мен мәңгілікке ұмыттым әрине, бірақ одан кейін менде пойызға мінуге деген мәңгілікке фобия қалып қойды. Мен содан кейін пойызға мүлде мінген жоқпын деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Ал сіздердің бастарыңыздан осындай пойызда осындай оқиғалар өткен бе? Бұл шынайы өмірде болған кейіпкеріміздің басынан өткен оқиға. Сондықтан да пойызда абай болыңыздар, әке көке деген адамдардың ешқайсына да сенбеңіздер. Өзіне сен және тағы да өзіне сен деп сіздерге айтқым келеді. Осымен әңгімемді аяқтаймын. Қазақша каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіздің бастарыңыздан өткен оқиғаларыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.